Ал сәлеметсіздер ме ата әжелер, немерелермен кетті бізге қонаққа бүгін қош келдіңіздер. Наурыз мейрамы құтты болсын. Сіздерді көктемнің ең шуақты мерекесі ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Наурыз мерекесінің әр күні ерекшеге мағына ие. Сол күндердің бірі шаңырақ күні. Бұл күн отбасы бірлігін, татулық пен берекені дәріптейтін ерекше күн. Шаңырақ күні қазақ халқы үшін қасиетті ұғым. Ол отбасының, бірліктің, берекенің белгісі. Шаңырақ күннің жалпы мағынасы шаңырақ қазақ халқы үшін отбасының, үйдің, бірліктің символы болып саналады. Сондықтан бұл күнді отбасы құндылықтарын дәріптеу, ата-анаға құрмет көрсету, ұрпақтар сабақтастығын сақтау, татулық пен бірлікті нығайту мақсатында өткізіледі. Олай болса сіздерге де арнайы жасаған дастарханымыздан да татып отырыңыздар. Қазақтың ұлттық тағамы қымыздан құйып берейік сіздерге. Ұлттық тағамы сусыны қымыз. Бүгін бізге қонаққа атамыз бен әжеміз, ата-аналарымыз келіп қалыпты. Олай болса, сіздердің осы мерекеге құр қол келмеді деп ойлаймыз. Сіздерден бір ақ бата және де тілектер өздеріңіздің айта өтсеңіздер, балақайлардан ән шумақтар болса. Олай болса енді, мен әуелі қазір енді шығыс халқы, оның ішінде мұсылман халқы үшін Наурыз басталды. Мінекей Наурыз деген өзі астрономиялық жағынан алып болсам, күн мен түннің теңелген уақыты ғой. Бұл туралы енді талай аңыз бар, Наурыздың туы туралы көптеген пәлсапалар бар. Соның бірі былай дейді: баяғыда Нұх пайғамбар кемемен келе жатып Қазығұрт тауына тоқтап, содан қолындағы жем-шөбін малдарға, азық-түлігін адамдарға таратып бір үлкен той жасаған күн еді. Сол тойдан кейін мінекей халық әрқардай жылда осы дәстүрді жалғастырып, соның бастауы Нұх пайғамбардан басталады екен деген бір аңыз бар. Нұх пайғамбардан кейін 200 жылдан кейін Наурыз деген немересі дүниеге келіпті. Мінекей осы Наурыздың атымен, адамның атымен байланыстыратын, сондықтан Наурыз деген той осылай пайда болған деп аңыздың біреуі айтады. Енді мен Наурызға құр қол келмейін деп мынау қамышын алып келдім. Бәріміз де бала өсіріп отырмыз, немерелерімізді әрқардай қазақтың ата дәстүрімен, салтымен тәрбиелейін деп, осына балаларға көрсетуді жөн көрдім. Енді немереме де көрсетем ылғи. Мынау енді бізде қамышы. Жаңағы өздеріңіз айтқандай, қазақта өзі киелі заттар бар ғой. Жаңағы киелі заттың біреуі шаңырақ болса, мынау қамышы да киелі. Қамышының өзі мынау босағада жатпайды, төрде ілулі тұрады. Оның қамшының қалай ілулі тұрып, соның барлығы әртүрлі белгі береді. Соның бірі, мысалы үшін, қамшы төмен қарай салбырап ілулі тұрса, мысалы үшін, біздің үйде ұзатылмаған қыз бар деген сөз. Мінекей осы сияқты дәстүрлер бар. Ал енді мынау қамшы 6 өрімді, таза қайықтан жасалған. Қайықтың өзінің жасалу технологиясы бар. Енді ол туралы әңгіме бөлек. Мінекей таза қайық жақсылап тұрып жасаған тобылғы сапты қамшының да түрлері болады. Оның ішіндегі жаңағы өрімдеріне қарай 6 өрімді, 4 өрімді, 8 өрімді дейді, дырау қамшы дейді. Соның ішіндегі ұзын сапты қамшылар болады. Оны бишік дейді қазіргі тілмен айтқан кезде. Мінекей қысқаша ғана осы Өте әдемі жасалған екен қамшы. Қамшы өте әдемі жасалды. Мінекей жағы қамшы ғана емес, енді біздегі мына жерде мынау ат жалын тартып мінгеннен кейін бәріміз де сол енді жылқыға байланысты құрал саймандардың барлығын қолдан жасаймыз ғой. Соның бірі шідер, ер-тоқым болсын, жүген болсын, осының барлығы таза қайықтан өріліп жасалады. Жақсы, рахмет, өте керемет. Тағы да әжелеріміз не жасап Ал кеткен? енді біз немереміз екеуміз желетке алып келдік тігіп, екеуміз бірге тіккенбіз. Бұл енді желетке дегеніміз
жеңі жоқ, иықтан төмен түсетін сырт киім немесе жаңағы сырт көйлектің сыртынан киетін жаңағы бұйым. Сондықтан бұны әдетте жаңағы әртүрлі әшекеймен моншақпен немен жасауға болады. Міне бәріміз де жилетке киіп отырмық. Сондықтан осы жилетке қазақтың ұлттық киіміне жатады. Сондықтан міне екеуміз сіздерге осындай жилеткемен киіп отырмыз. Тамаша, рахмет. Алдына сіздердің біздің берекелі шаңырақтың сіздің берекелі шаңыраққа біз балым қызымыз екеуміз қазақтың ұлттық тағамы ши бауырсақ дайындап әкелдік. Иә, балым. Бұл қалай пісірдік біз бұны? Бұған ұн, су, қант, тұз, сүт, жұмыртқа секілді тамақтарды қосып дайындап, осыны ашыту арқылы оны бауырсақтың кәдімгі үлкен бауырсақ, ши бауырсақ қытырлаған түрі және ұсақ бауырсақ деп үшке бөлінеді. Сол ұсақ бауырсақты сіздерге ұсынып отырмыз. Қабыл алыңыздар. Бізді шаңырақтарыңызға шақырып, өстіп дәм беріп, бізді сыйлап жатқандарыңызға рахмет. Біз Аяулым екеуміз бүгін мынандай сіздерге топы тігіп әкелдік. Топы да қазақтың ұлттық киімдерінің бірі деп санаймыз. Біз жалпы отбасымызбен қазақтың киімін кигенді өте қатты қолдаймыз, насихаттағанды қолдаймыз. Президентіміз айтқандай, қазақтың әр қызы болсын, ер баласы болсын, қазақ киімін әрқашан киіп жүргенін біз қалаймыз. Біздің сыйымыз сіздерге осы топы. Ата-әжелеріміздің қолдарынан өнер тамған екен. Сіздерде ата-әжелеріміз көп болсын. Сіздерге қарап біздер өнеге, үлгі өнеге ала білейік. Олай болса енді келесі кішкентай бүлдіршіндеріміз бізге өнерлерін жоққа дайындап алып келген. Наурыз туралы болса, тақпақ өлеңдерін айта қойыңдар. Наурыз келді жыл басы, қуанайық кәнекей, ән айтайық наурызға, би билейік наурызға. Наурыз берсін береке, ақмыл болсын әрдайым. Жалғай берсін береке, атар таңды таңдайын. Олай болса енді біз қазіргі таңда енді ұлттық ойындарымыз барлығы қазір енді даму үстінде ғой, әрі де дами берсін. Қазір енді жасанды интеллекттің жылы. Сол себепті де біз енді кішігірім балаларға бір ойын болсын деп жасанды интеллектпен осы қазақтың ұлттық ойыны асық ату деген ойынды жасаған болатынбыз. Соны тамашалап жіберейік. Қазір мына жерде ойнайық, иә балалар, сендермен бірге, мына жерге шығып жауап бересіңдер. Ал міне балалар, асық ату ойыны. Сұрақ жауаптарға жауап береміз. Наурыз мейрамы қай күні тойланады? Дұрыс нұсқаны көрсете қойыңдар. Баса ғой. 22 наурыз. Жарайсын, асық атылды. Наурыз сөзінің мағынасы қандай? Ұлттар күні ма бұл, или не болмаса жаңа күн ба? Естулеріңіз бойынша ұлттар күні немесе жаңа күн ба? Бұл яғни наурыз мерекесі жаңару, иә? Қай нұсқа дұрыс? Бұл жаңа күн деген мағынаны білдіреді, білмесек естерімізде болсын. Наурыз мейрамында дайындалатын ұлттық тағам қалай аталады? Жарайсын, белгілеп қой. Белгілеп берейін ба? Наурыз көже деп аталады. Асық атылды. Келесі. Наурыз көже неше түрлі тағамнан дайындалады? 5 түрлі, не болмаса 7 түрлі тағамнан. Қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже. Неше түрлі тағамнан дайындалады? Жарайсыңдар, 7 түрлі тағамнан дайындалады. Қазақтың ұлттық баспанасы қалай аталады? Біздің ежелден келе жатқан жарайсын. Өте дұрыс. Киіз қазақтың ұлттық баспанасы. Келесі. Киіз үйдің ең жоғарғы бөлігі қалай аталады? Шаңырақ. Дауыстап айта берсіңдер, ол шаңырақ деп аталады. Наурыз мейрамында қандай ұлттық ойындар ойнатылады? Алты бақан жарайсын. Белгісі сколько мұғалім? Ал, көрейік. Асық атылды. Наурызда адамдар не істейді? Дұрыс нұсқаны көрсете қойыңдар. Бірі-бірін құттықтайды, реніштерін ұмытып. Жақсы, рахмет. Осымен асық ату ойыны аяқталды. Ұнады ма балалар? Киіз үй, қазір есімізге түсірейік үйдің құрал жабдықтарын есімізге түсірейік. Бізге киіз үй құрауға көмектесесіңдер ме? Бастау деген басталсын. Киіз үйдің негізгі сүйегі қалай аталады? Негізгі сүйегі киіз үйдің. Айта қойыңдар, дауыстарын шығарып. Айта қойыңдар. Өз нұсқаларында айта қойыңдар. Кереге. Дұрыс жауап.
Аха, міне дұрыс жауабы шықты. Кереге деп аталады екен, иә? Кереге міне өз көз алдарында құрылды, иә? Міне кигіз үйдің. Шаңырақ пен керегені жалғап тұратын ағаш бөлігі қалай аталады? Шаңырақ пен керегені жалғайтын. Жарайсың. Тексеріп көрейік. Дұрыс екен. Мінекей өз көз алдарында уықта құралды, иә? Керегеге жалғанды. Келесі, кигіз үйдің төбесіндегі дөңгелек ағаш қалай аталады? Аха, жарайсың. Жауабын көрейік. Жарайсың, шаңырақ. Аха, міне көз алдарында шаңырақта құралды, иә? Кигіз үйіміз дайын болуға жақын қалды. Кигіз үйіміз құралды. Жақсы, рахмет. Бізге дайындап алып келген ән шашуы бар екен. Ортаға шыға ғой. Қанатым талмайды қалықтаудан, ұшып өтем тоқтамай алатаудан. Сенемін, төземін, жеңемін бәріне. Асылардан өтем, арманыма жетем. Таңдырамабыз, қарыштай, самалы көбесем, демайды да келсем. Ал енді біздің осымен кішігірім сұхбатымыз өз мәресіне жетіп қалды. Қонақ болып келгендеріңізге көптен көп рахмет. Атамыздан бір кішігірім бата болсын. Ата, батаңызды беріңіз бізге. Қолдарыңыз жайыңыздар, бата берді. Балам кішкене былай түсіп отырады. Қолын жайды. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын. Жігіттерде әл болсын, атымызда жау болсын. Түйе қомды болсын, ірі қара қоңды болсын. Ұсақ мал шелді болсын, жортқанда жолымыз болып, бәле жолы жерге әумин Алла. Амин ата, айтқаныңыз келсін. Отбасы әр адамның өміріндегі ең қымбат байлық. Бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүрейік. Шаңырақтарымыз биік, керегелеріміз кең болсын. Береке мен бақыт әр үйде орнасын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын.